Қызым мен Америкаға немеремді бағып беруге шақырды. Мен қуаныштан төбе көкке жеткендей болдым. Бірақ сәбиді шомылдырып жатқанда ол дымқыл саусағымен мұрнынан түртіп мынадай сөз айтты. Мен қатып қалдым да, сол түнде-ақ үйге қайтатын билепке тапсырыс бердім. Егер соңына дейін демді ішке тартарлық оқиғаларды ұнатсаңыз, жазылып лайк басыңыз, ал пікірге қай қаладан екеніңізді жазыңыз. Сәби не деді? Және әжесі неде сол түнде-ақ билетке тапсырыс берді? Ары қарай тыңдаңыздар. Тағдыр Ақботаны, Антонина, аямады. Қатал сынақтарға салды. Абай, Анатолий, Дария, Даша 4 жасқа толғанда дүниеден озды. Суық пневмония, аурухана палатасы, 3 апталық өлім мен өмірдің арпалысы, және мәңгілікке босап қалған ас үй орындығы. Қажы қорлары құрыды. Басында анасы қызына ең жақсыны беріп, өзі тек шай мен нанмен күн көрді. Бірде базардағы сатушы әйел оның артынан айқайлап, «Мынау сол кедей жесір емес пе?» деп кемсітті. Ақботаны жоқтық емес, бөтен адамдардың менсінбеушілігі қатты жаралады. Ол тырнақтап, аңшыдай табандылықпен еңбек етіп, жылы жай салды. Кейін асыл тұқымды бұталарды өсіретін бақша ашты. Қызы мектеп бітірер шақта Ақбота кең аулада үлкен үй тұрғызды. Айналасы элиталық раушан гүлдерімен көмкерілді. Дария, құлағыңа алтын сырға. Құтқарушы шеңберді күтіп отыру өліммен тең. Өз шеңберіңді өзің лақтыр, өзің тарт. Сенің қолдарың, сенің жалғыз сенімді тірегің. Гитмо кешкі шай үстінде. Ой, мама, сен қазір аудандық емхананың мотивациялық плакатындай сөйледің. Тек әдемі әріптермен жазылған жазуы ғана жетіспейді. Плакат болса болсын, бірақ емханада дұрыс кеңес айтады. Тамақ алдында қолды жу және тек өзіне сен. Бұл алтын қағидалар. Қызы сыңғырлай күліп, үйдің атмосферасын бірден жылытып жіберетін. Аналық махаббат Ақбота үшін ауадай қажет еді. Кейде бұл қорқынышты да болатын. Бүкіл болмысынды бір адамға арнап, жаныңның кілтін соған ерікті түрде ұстатасың. Оқуға кеткен Дария Роберт есімді жігітпен қол ұстасып оралды. Алғашқы дастархан басында күйеу бала өте сыпайы, күлімсіреп, мақтау жаудырып отырды. Ақбота Павловна енді түсінікті болды. Дариямыздың мақсаткерлігі кімнен дарығаны? Роберт кең-кең қол қимылмен қонақ бөлмені және терезеден көрінетін бақты нұсқады. Дұрыс түсіндім бе? Бақша ма? Бұл ғажайып үй, раушан плантациясы. Сіз бұның бәрін ешкімнің көмегінсіз өз күшіңізбен жасадыңыз ба? Тек қана өз күшіммен. Қара шірк, сапалы көшет және табанды мінез. Міне, менің барлық инвесторларым мен көмекшілерім осылар. Таңғаларлық. Шынымды айтсам, бір адам үшін бұл орасан зор масштаб. Айтпақшы, Дария сізде жалғыз қыз ғой. Басқа бауырлар бар ма, әлде көкжиекте күтіле ме? Бұл сұрақ абайсызда айтылғандай болды. Алайда Ақбота оның көз қарасынан бір жымысқылықты сезді. Күйеу баланың ерні жымиғанымен суық жанары есептеп, сканерлеп тұрғандай еді. Анасы іштей өзін тежеп, күйеуіне еркелеп тұрған Дарияны көріп, үнсіз қалды. Үйленген соң жастар мұхиттың арғы жағына ұшып кетті. Алғашқы жылдары Дария күнде қоңырау шалып жылап мұң шағатын. 4-ші жылы Елисей дүниеге келді. Монитордан кішкентай әжім басқан сәбиді көргенде Ақбота көз жасына ерт берді. Ал таңертең бақшасына нәзік магнолия отырғызды. Міне былай, екеулерің қатар өсесіңдер, деп сыбырлады ол жас талшыққа. Әрі қарап тұр, маған ұятқа қалдырма. Менің бағбан ретіндегі абыройым жоғары. Сондықтан көршілердің алдында әжін төртженді жерге қаратпа. Анасы олардың тұрмыс тіршілігіне үнемі демеушілік жасап, мерекелерде және жай күндерде қомақты ақша аударып тұрды. Ол қызым банк шотына қосып, шеттеуді де ұмытып кетті. Қоңыраулар азайды. Күнделікті әңгімелер апталыққа, кейін қысқа хабарламаларға ауысып, ақырын мүлде тоқтады. Ақбота мұның себебін түсінді. Жомарттық қатыгездік тудырды.
Алайда ол мұны уақыт белдеулермен және түйбен тіршілікпен ақтап алды. Өйткені басқа шындықты қабылдау оның жанын ауыртатын еді. Кейін түн ортасында қоңырау соғылды. Монитордан Дарьяның шаршаған жүзі, қызарғанған көздері көрінді. Мам, мен біттім, шыдай алмаймын. Роберт жұмыста жоғалып кетеді. Үнемі мерзімі өткен жұмыстар. Елесей түнде ұйықтатпайды. Мен бұл тұңғиықта жалғыз жүрмін. Мам, өтінемін, ең болмаса 2 айға келші. Әйтпесе жынданып кетемін. Сенен басқа ешкімім жоқ. Дария жаным, әрине барамын. Талқылаудың да қажеті жоқ. Жасымды сүрт, мен сөмкемді жинап бірінші рейспен ұшамын. Бәрін шешеміз. Мен жанымдамын. Бұл сөздер Мэй бақшаны қызу маусымын, достарын және Болатты еске алғанға дейін айтылып кетті. Болат тағдырдың кеш сыйлаған сыйы, көктемгі агрокөрмеден танысқан қарапайым жесір ер адам. Ол алма ағаштарын шебер уластыратын, дәмді кофе қайнататын және үнсіздіктің өзінен жайлылық сыйлай алатын адам еді. Шаруашылықты үлкен көмекшісіне тапсырып, заттарын жинап болған соң, Ақбота ұшар алдында оған соқты. Бұл жолы жаңа құрлықтарды бағындыруға қанша уақытқа ұшқалы жатырсың? Деп сұрады Болат, тұмсығы сынып қалған. Бірақ өзі ешқашан лақтыруға көнбейтін көне саз балшықтан жасалған шәйнектен оған шай құйып жатып. 3 айға, бәлкім 4 айға да созылар. Әзірге белгісіз. Дарияға есін жиып, аяққа нық тұрып кетуге көмектесу керек. Ал әрі қарай жағдайға қарай көреміз. Түсіндім, онда күтемін. Менің мұнда істейтін шаруам шаш етектен. Алма ағаштары әлі уластырылған жоқ. Ілгері тым қалыңдап кетіпті. Түзеу керек. Менің скучно болатыным анық. Болат-ау, не деген сабырлысың? Мұны көрші ауданға, базарға жас картоп алуға бара жатқанда айтасың ғой. Ал мен болсам, жердің екінші шетіне аттанып барамын. Оның мән өзгермейді ғой. Қашықтық деген шартты ұғым. Қайтып келгеніңде шәйнегім ыстық болып тұрады. Ер адам жылы жымиды. Ал Ақботаның кеудесіне түсініксіз ауырлық батты. Бұл маңызды нәрседен алыстағанда сезілетін, бағыт бағдарынан айырылғандай болатын таныс мұң еді. 16 сағаттық ұшу денесін қажытса да, санасы шашауды елемеді. Ойында жарқын көріністер. Алдынан жүгіріп шығар немересі, берекелі отбасылық дастархан, бірге оқитын кешкі ертегілер. Бұл қарапайым бақыт формуласы тек жақын болуды және баланың сыңғырлаған күлкісін қажет етті. Ақбота тірі туыстарына емес, өзінің қиялындағы идеалды елесіне қарай асықты. Терминалда жалғыз Дария күтіп тұр еді. Көз астындағы қара көлеңкелер оның әбден қалжырағанын білдіріп тұр. Рауан жоқ еді. Ау, біздің мәңгі бос емес күйеу бала қайда? Енесін қарсы алу оның мәртебесіне лайық емес шығар. Мам, ол жұмыс істеп жатыр ғой. Оның халықаралық деңгейдегі өте маңызды келіссөзі бар. Үзіліп шыға алмады. Келіссөз. Қандай қызықты сөз, деді Ақбота, 3 үлкен сөмкесі бар ауыр арбаны әрең итеріп. Енесі жарты әлемді ұшып өтіп, эконом класста сүйектерін сырқыратып жетсе, оның келіссөзі бар екен. Құдай оның интернетіне құлат берсін. Мам, өтінемін, келген бетте ерегес бастамашы. Одан да мынаны түсіндірші. Неге сен бүкіл Ақорда өңірінің қорын сөмкеге толтырып алдың? Онда кірпіш бар ма не? Қандай кірпіш дейсің? Айва тосабы, інжір, кептірілген балық, балғын бал және пастила. Бала кезде сен оны алу үшін жаныңды беретін едің ғой. Және сүйікті бақша қайшысы мен жақсы көшеттер. Кенет сендерде жер тақыр. Көз тояр ештеңе болмаса ше. Көшеттер? Дарияның көзі шарасына шыға жаздады. Мам, сенің есің дұрыс па? Тірі көшеттерді шетелдік кеденнен қалай өткіздім? Ой, олар маған не істейді дейсің? Шашаған кәрі әйел баласына тосап пен 2 бұтаға келе жатыр. Қылмыстық ештеңе жоқ. Қарады да ауыр күрсініп жолына жібере салды. Қызы көңілді езу тартты. Бір сәтте болса да, оның шаршаңқы жүзінен анасына етене таныс жоллық көрінді. Тұрақ жанында Дария жылтыраған жаңа жол талғамайтын көлігін тоқтатты. О, қандай салтанатты көлік, деп бастады Ақбота оның көлемін бағалап. Әдемі екен, қымбат шығар. Несиеге алдық,
деді Дария басын бұрмастан. Тыныш қала маңындағы коттеджде өздерінікі екен. 2 қабат. Мінсіз көгал. Ақбота тілін тістеді. Бірақ қаржы туралы сұрақ санасына ауыр тасша басты. Есен балақтан тартып басы жоғары көтерді. Әже тайым келді. Келдім жаным. Ақыры жеттім. Саған нағыз пастила әкелдім. Бұл не екен білесің бе? Жоқ, білмеймін. Мен де сенің жасында бұл ғажайыпты білмейтінмін. Ал бір рет дәмін татып көрсең, өмір бойы ұмыта алмайсың. Қазір сені нағыз дәмді тәттілермен таныстырамыз. Оны құшағына қысқанда Ақбота ұзақтан бері күткен ішкі тыныштығын сезді. Алайда үйдің ішінде ойыншықтар шашылып, қораптар үйіліп, жуылмаған ыдыстар мұнара болып тұр еді. Рауан 1 сағаттан кейін пайда болды. Ол үстіндегі кең жейдесімен ұялы телефонмен сөйлескен күйі енжар ғана басын изеді. Багажды жиіркенішпен қарап шығып: «Кеш жарық, Ақбота Павловна. Неге сонша ауыр нәрселер әкелдіңіз? Жергілікті супермаркеттерде мұның бәрі бар ғой. Ақшаңыз болса, кез келген каприз дайын», деді. «Қателесесіз, Рауан. Дәл мұндай, мұнда жоқ, және болуы да мүмкін емес», деді Ақбота сабырмен банкаларды сөреге тізіп жатып. «Өйткені бұл жемістер менің бақшамда, біздің күннің астында өсті. Олар сіздердің дүкендеріміздің қоймасында жатқан жоқ. Айырмашылығы орасан зор сеніміз. Кешкі аста айва тосабымен пісірілген үйрек және шие қосылған тоқаштар болды. Немересі тамақты 2 езуі құлағына жете жеп жатты. Ал Рауан тәрелкесін жиіркенішпен шұқып, сұйық смузи мен дәмі жоқ граноласын алып, үнсіз жоғары қарай кетті. «Мән бермеңіз, ол қазір қатаң жаңа диетада», деді Дария кінәлі түрде. «Диета жақсы әрине», деді Ақбота, немересінің аузы мұрны балшыққа боялып, бармағын жоғары көтергені көріп. «Шүкір, бұл үйде нағыз тамақтың қадірін білетін бір еркек бар екен. Түнде көзі ілінбеді. Жатырқатқан қабырғалар өз ырғағымен басып бара жатқандай. Төсектің серіппелері қабырға батып, ал сыртта кондиционердің біркелкі гуілі тыныштықты бұзады. Сағат 3-ке таман Ақбота минералды су ішу үшін ас үйге беттеді. Баспалдақтан аяңдап келе жатып, бәсең дауыстарды естіп қатып қалды. «Бәрін салқын қандылықпен, артық эмоциясыз есептеп көрші», деді Рауанның дауысы. Ол бәсең болса да тыныштықты қақ жарып, қорқынышты анықтықпен естілді. «Кәсіби күтуші мен үй тазалаушының ақысы айына кем дегенде 21 000 теңге. 21 000, Дария. Ал мына жерде анаң келді. Біз дәл сол қызметті мүлдем тегін алып отырмыз. Ол дәмді тамақ істейді, үйді жинайды, Есенді де қуана бағады. Идеалды жағдай». «Рауан, өтінемін, мұны доғар, жетті. Ол жарты әлемді ұшып, бұның бәрін істеу үшін келген жоқ». «Қойшы, басқа не үшін келді? Ол өзі де көмектесуге құмар болып тұрды емес пе? Әрі ашығын айтайық, сенің анаң жастардан да шымыр. Энергиясы тасып тұр, тым үстіне стратегиялық жағынан ойлайық. Сен оның жалғыз мұрагерсің, үлкен үй, орасан зор жер телімі, табысты бақша. Бұл байлық ерте ме, кеш пе қайда кетеді? Дұрыс, біздің отбасымызға». Дария бірдеңе деп күбірледі. Бұл үркек қарсылық пен шаршаңқы мойысудың қоспасы еді. Ақбота баспалдақта қатып қалды. Саусақтары темірдей болып тұтқаға жармасты. Кеудесін буындырған ыстық толқын жайлады. Бұл жай ауру емес, жүйке жүйесінің қауіп төнгенін сезетін сәт еді. Өзін әрең қолға алып, тұтқаны босапқан ол дыбыссыз бөлмесіне оралып, көрпесін басына дейін жамылды. «Ер адамның прагматикасы ғой, басқа түк те емес», деп ақталды ол іштей. Бұл сұмдық емес, жай ғана шаршау мен есептеуіштің жұмысы. Ал Дария болса қорғап сөйледі ғой. «Доғар» деді емес пе? Аналық махаббат қандай жағдайда да инстинктивті түрде ақтау іздейді. Алайда сананың түкпірінде қисынға бағынбайтын бір механизм шерт етті. Тыныш, қайтымсыз күйреу процесі басталды. 5-ші күні Дария анасына басып шығарылған парақ ұсынды. Корпоративті уақытты басқарудың классикасы. 2 баған, реттік нөмірлер. «Мам, мен күнделікті тапсырмалардың жоспарын сыздым», деді Дария көңілді түрде.
Сен біздің тіршіліктен адасып қалмауың үшін ғана. Ақбота көзілдірігін тағып, жолдарға көз жүгіртті. Азық-түлік алу, кір жуу, үтіктеу, есенді тасымалдау, тамақтандыру, ұйықтату, отбасына кешкі ас, бақша жұмыстары, көлікті техникалық байқауға бару. Дария жаным, деді ол қағазды бүктеп жатып. Мен 12 тармақ санадым. Менің 2 ғана қолым бар. Мен шыныққан әйелмін, бірақ 12 қолды шыва құдай емеспін ғой. Мамуль, не болды сонша? Бұл бір күнге емес, аптаға созылған ғой. Иә? Ал демалыс қайда? Әлде жасым келіп, оны байқамай қалдым ба? Дария наразы кейіппен қолын бір сілтеп жоғары шығып кетті. Ақбота қағазды қалтасына салды. Түнге қарай Ақбота диванға құлады. Омыртқасы жанып тұр. Ас үйден Рауанның дауысы естілді. Ақбота Павловна, бақшаға қашан барасыз? Көгалды шаппағанымызға 1 апта болды. Барлық күні бойы үйде отырасыз ғой. Білесің бе, Рауан, деді ол сабырлы дауыспен. Мен бүгін 3 рет тамақ істедім. 2 рет кір жудым. Ыдыс жуғышты босаттым және есенді серуендеттім. Егер бұл аздық етсе, түнде тұрып, ай сәулесімен бақшаны қайта қасып бере аламын. Ой, жай ғана сұрағаным ғой, деп иығын қайқайын еткізді ол. Рауанның иығының тұсынан Ақбота күйеуінің мойнын ынтамен уқалап тұрған Дарияны көрді. Өзінің шаршаған анасын емес, күйеуін. Ақбота теріс айналып смартфонын алды. Болаттан келген хабарлама. Ақбота, бізде суық түсті. Шие әлі шыдап тұр, жылы киін. Ол ашы жымиып, чемоданның түбінде қалған затты есіне алды. Газетке оралған түйіншекті алды. Ішінде жылытатын жақпамай, шөптер жиынтығы, термопластыр және болаттың қисық. Бірақ түсінікті жазу жатыр еді. Көп баламен немересі бар адам өз денсаулығын ұмытады. Ұмытушы болма. Жақпамайдың нұсқаулығын оқы, аллергия туралы жазылған. Ақбота төсектің шетінде отырып, сол парақшаны құшақтап үнсіз жылады. Үйдің тыныштығын бұзбау үшін аузын қолымен басып, өксігін ішіне жұтты. Планетаның арғы жағында оған мүлдем бөтен адам оның радикулиті үшін алаңдап отыр еді. Ал мұнда, өз отбасында, оны адам қатарына қоспақ түгілі, қонақ ретінде де сезінбеді. Күнделікті тіршілік бір қалыппен өтті. Таңғы 6-да тұру. Есенге арналған сырник пен солы жармасы. Рауан бұл тамақты жеркенішпен ауылдың тамағы деп атайтын. Бірақ немересі тәрелкесін жалтыратып ішіп тастайтын. Сосын жаяу балабақшаға барады. Өйткені Ақботаның көлік айдауға құқығы жоқ. Ал бөтен қаланың қарбаласы оны шошытатын. Қайтар жолда азық-түлік, үй тазалау, кір жуу, немересін алу. Ас үйдегі 2-ші ауысыммен шүберекке жармасу. Бір бұлтты таңда ол 10 минут кеш түсті. Рауан ас үйде күтіп отыр екен. Ақбота Павловна, таңғы асымыз қайда? Жұмыстан кешігіп жатырмыз. Рауан, тоқтатшы. Қазір бәрін жылдамдатып жасаймын. Анау жұмыртқаны дұрыстап пісіре алмайсың ба, Дария? Экспериментсіз ақ қоялық, деді Рауан. Оны физикалық шаршау емес, жан азабы қинады. Ең жаманы, оның еңбегін ешкім елемейтін еді. Бұл үйдегілер оның құрбандығына үйреніп алып, оны тегін ауадай қабылдайтын болған. Қызының бөлмесінде таза киімдерді жинап жатып, Ақбота сүлгілердің астына тығылған түбіртектерді тауып алды. Брендті киімдер, қымбат сөмкелер, элиталық косметика. Сомасы миллиондаған теңгеге жетіп жығылады. Кешкі аста ол абайлап сұрады. Дария, ақша жағы қалай? Қиналмайсыңдар ма? Керек болса көмектесемін. Бізде бәрі бақылауда, Ақбота Павловна, деді Рауан сөзін бөліп. Еш қиындықсыз алып жатырмыз. Қиналдым, шыдай алмаймын деп жылап келген қызы мен бәрі жақсы деген күйеу баласының сөзіндегі алшақтық көзді ашып көрсетті. Келесі күні супермаркетте Ақбота банктік есепті тексеріп қатып қалды. Бір ай ішінде оның шотынан 2.400.000 теңгеге жуық қаражат жоғалған. Коммуналдық қызметтер, автосервис, жеке балабақша, мейрамханалар. Оның шоты толық қамтамасыз етіп тұр. Ол өзін тонап жатқанын сезді. Кешкісін үйге жоспарланғаннан ерте оралып, дәлізде тоқтап қалды. Қонақ бөлмеден дауыстар шықты.
Рауан досымен сөйлесіп жатыр. Енесі барлығын өзі істейді. Үйді жарқыратып тазалайды, әрі бәріне өзі төлейді. Өмір емес, ертегі. Ал ол қарсы болса ше? Жемісі піскен бақты шайқамайды, досым. Ол өздігінен қолымызға түседі. Тек шыдамдылық керек. Дәліздегі айнадан өз бейнесін көрді. Шашы ағарған, иығы түскен, ауыр сөмке ұстаған әйел. Ол өзін күшті әйел ретінде емес, жай ғана пісіп тұрған жемістей сезінді. Ақбота ішке кіріп, сабырмен сөмкелерді ас үйге қойды. Демалыс күні Рауан оларды сауда орталығына апарды. Сөмкелердің алдында Дария анасына жалынышты көзбен қарады. Мамуль, қараш, қандай әдемі. Бір ай бұрын болса, Ақбота ойланбастан картасын берер еді. Бірақ құлағында Рауанның енесінен кез келген ресурсты суырып алуға болады деген сөзі тұрды. Иә, әдемі екен, деді Ақбота құрғақ үнмен, және немересін жетектеп алға басты. Артында түсініксіз тыныштық орнады. Түнде телефонға хабарлама келді. Шотынан 1.680.000 теңге шешілді. Сол сөмкені сатып алған. Болаттан да хабарлама келді. Ақбота, сен қайда жоғалып кеттің? Кофехана иесі сенің тапсырыстарыңды сағыныпты. Ол телефонды қойып, қабырғаға қарап ұзақ отырды. Көз жасы шықпады. Немересін шомылдыру оның жалғыз жұбанышы еді. Бала сумен ойнап, сабын көпіршіктерімен сұрақ қойды. Әже, Ресейде нағыз динозаврлар бар ма? Жоқ жаным. Олар өте ертеде өліп қалған, климат жақпаған. Неге видеода кішкентай едің, ал қазір үлкенсің? Экран солай істелген балам. Оған тіпті мысықтай динозавр да сыйып кетеді. Бөбет дауыстап күлді. Алақанымен суды қып-қызыл етіп шашыратты. Дымқыл саусағымен тура мұрнынан түртіп шаттана сөйледі. Әкем айтады, сенің әжең өте бай. Ал кейін оның бүкіл байлығы әкеме, анама және маған жаңа ойыншықтарға бұйырады дейді. Ақботаның қолы су үстінде қатып қалды. Немересі оған күнәсіз, сенімді көздермен қарап тұреді. Ал осы тап-таза сабырлықтың астарында сұмдық қорқыныш жатты. 5 жасар баланы айналасындағы адамдарды тек ақшамен өлшеуге баулып қойыпты. Ол бұл сөзді жаттанды тақпақтай оңай, әрі ешбір жаман ойсыз қайталады. Себебі оның кішкентай әлемінде әкесінің сөзі заң. Ол автоматты түрде немересін жуындырып, сүлгіге орап, төсегіне жатқызды. Әдеттегідей маңдайынан сүйіп есікті жапты. Өз бөлмесіне оралған Ақбота банк қосымшасын ашты. Айдан айға, жолдан жолға, ипотека, несиеге алынған көлік, элиталық балабақша, мейрамханалар, жазылымдар. Өзіне жұмсалған бір тиын да жоқ. Ол банк қосымшасын жауып, авиакомпания сайтына кірді де, үнсіз кері қайтатын билетке тапсырыс берді. Ұшуға 12 күн қалды. Тек шыдау керек еді. Таңертең есенді балабақшаға апарып, ол әдеттегі жолын өзгертті. Жергілікті кофеханаға кіріп, қос эспрессо алды да, ішкі есеп қисабын түйіндеді. Жылағысы келмеді. Барлық көз жасын төгіп болған соң, ішінде тек мұздай бос кеңістік пен айқындық қалды. Кешкісін Рауан оны дәлізде тоса отырды. Ақбота Павловна, сізбен бизнес жағынан маңызды әңгімем бар. Керемет стартап шықтыр. Перспективасы ғарыштық. Бастау үшін 42 миллион теңге көлемінде инвестиция керек. Жарты жылда үстемесімен қайтарып аламыз. 42 миллион? Деді Ақбота эмоциясыз. Балама нұсқасы да бар. Біз несие аламыз, ал сіз кепілгер боласыз. Кепілге сіздің үйіңіз қойылады. Қорқпаңыз, бұл таза формальдылық. Банкке арналған қағаз ғана. Ешқандай тәуекел жоқ. Ол сіздің үйіңіз деген сөзді дастархан басындағы тұздықты сұрағандай оңай айтып салды. 20 жыл бойы талмай салған үйі. Ойлануым керек, деп кесті Ақбота. Жарты сағаттан соң Дария бөлмесіне кіріп келді. Ол төсектің шетіне отырып, анасының қолынан жармасты. Мамуль, соманың үлкен екенін түсінемін. Бірақ есеннің болашағы үшін несиеге белшемізден баттық. Бізге көмектесші, өтінемін. Бұл соңғы рет. Ақбота оның жүзіне тесіле қарады. Бәріне таныс бейне.
Бір кезде ұйықтар алдында мың рет сүйген сол көздер. Бірақ қарсысында отырған адам анасынан жалғыз баспанасын сұрап отырған мүлдем бөтен әйел еді. Өмірінде тұңғыш рет Ақбота өз қызын танымады. Келесі күні таңертең Рауан үстелге қалың құжат бумасын қойды. Ақбота Павловна, таңғы аспен бірге құжаттарды дайындап қойдым. Мұнда барлығы стандартты. Кепілгерлік және сенім хат. Үдерісті жылдамдату үшін ғана. Оқып жатпаңыз. Мен әрбір үтірге дейін тексердім. Оқымасақ уақыт кетпейді ғой. Ақбота көзілдірігін тағып, папканы өзіне қарай тартты. Рауан жаным, мен 30 жылдан бері бизнес басқарам. Басты ереже оқымай тұрып құжатқа қол қоймау. Әсіресе таңғы ас ішпей жатып ұсынған құжаттарды. Дария асықтырды. Мам, не болды сонша? Қол қоя салшы. Ақбота бетті парақтады да тоқтады. Мүлікті басқаруға, туған үйді, бақшаны, әрбір шаршы метрді иеленуге арналған бас сенім хат деп жазылып тұр екен. Ақбота Павловна, сіз бізді алаяқ деп ойлайсыз ба? Деді Рауанның жүзі бір сәтте мұздап. Егер алаяқ болмасаңдар, асығудың қажеті не? Сенім хатты заңгерсіз оқып шығамын, деді Ақбота. Бір аптадан соң есен қатты ауырды. Түнде қызуы көтеріліп жөтелді. Аурухана дәлізінде Ақбота дәрігерді күтіп тұрғанда, Рауанның телефонмен сөйлесіп жатқанын естіп қалды. Сенім хатты өткізе алмадым, бірақ бұл ұсақ түйек. Дария оны жылап көндіреді. Кемпірдің жүрегі жұмсарады. Көнбесе ше, ештеңе етпейді, күтеміз. Оның денсаулығы нашар, ал мұрагері біз ғана. Ақбота суық қабырғаға сүйене берді. Бүкіл өмірі, бесік жанындағы түндері, қиындық бәрі осы күтеміз деген сөздің астында тапталып жатыр еді. Ішіндегі бір жібі үзілді, бірақ ауру емес, суық сабырлық келді. Тіркеу орнында Рауан қалтасын қағып жіберіп, әдеттегі жеңілдікпен енесіне бұрылды. Ақбота Павловна, елестетесіз бе? Картадағы лимит асып кетіпті. Банк төлемді өткізбей тұр. Клиниканың шотын төлей тұрыңызшы. Мен тиын аударып берем, уәде берем. Ой, Рауан, өкінішті-ақ. Ал мен әмиянымды саматоқтағы тумбочкаға ұмытып кетіппін, деді Ақбота ешқандай эмоциясыз. Күйеу баласының жүзі сол сәтте өзгеріп, таныстарынан ақша сұрауға кетті. Ақбота оның кетіп бара жатқан арқасына қарап, еріксіз Болатты есіне алды. Болат ең алдымен оның шаршағанын, аяғынан тік тұра алмай тұрғанын сұрар еді. Ал бөтен адамның қалтасына көз сүзмес еді. Үйге жеткен соң ол қатты бас ауруын сылтауратып, қонақ бөлмеге кіріп, құлыптанып алды да таныс нөмірді терді. Болат, сәлем. Білесің бе, үйге қайтқым келіп тұр. Бөтен жерде соғысуға дәрменім қалмады. Онда заттарыңды жинап қайтып орал. Бізде алма ағаштары ақылдан адастыратындай гүлдеп тұр. Бұл сұлулықты жіберіп алсаң, өкінішті болады. Сені күтемін. Әйел телефонды қойып ұзақ ойланды. Жалғыз сөз оның кеудесіндегі мұзды ертіп, қауіпсіздік пен тыныштық сезімін қайтарды. Кешкі ас үстінде Рауан райынан қайтты. Оның даусы майдаланып, өтірік қамқорлыққа толы болды. Ақбота Павловна, мен ойланып көрдім. Құжаттарды ұмытыңыз. Сізге қысым жасағым келмейді, бірақ логикалық тұрғыдан ойланайықшы. Үлкен шаруашылықты жалғыз басқару сізге ауыр. Ақордадағы мүлікті сатып, осында көшпесеңіздерші. Үлкен тату отбасы болып тұрамыз. Есен сізді жақсы көреді. Дария үнсіз отырды. Бірде-бір қарсылық, анасын қорғауға тырысу жоқ. Ақбота бұл үнсіз мойынсынуды Рауанның айлы шарқысынан да ауыр қабылдады. Ертесіне ол Дарияны сыртқа алып шықты. Дария, көзіме тура қарап жауап берші. Егер ертең мен жай ғана зейнеткер болсам, үйімде, бизнесімде, шотымда болмаса, мен саған керек боламын ба? Сен мені жай ғана көру үшін осында шақыратын едің бе? Дария басын төмен салып, саусақтарын тырнады. Анашым, не деген сұмдық сұрақтар? Неге бәрін қиындатасың? Неге сұмдық дейсің? Ең қарапайым сұрақ. Өйткені сенің бұған адал жауап беруге қорқып отырғаныңды түсініп тұрмын. Ақбота орнынан тұрды. Жауаптың қажеті де болмай қалды. Бөлмесіне келіп, билетіне тапсырыс берді.
еш нәрсе өзгертпеді. Жинақталуы тыныш өтті. Паспорт, Болаттың дәрісі және өмірінің әрбір маңызды сәтін сақтайтын гербарий альбомы. Көшеттерді қалдырды, олар жерсініп үлгерген еді. Ұшар алдында ол жастардың бөлмесіндегі дауды естіп қалды. Оны көндір. Қайшылыққа салатын болсаң, сен үшін айдаладан да келеді. Ал қажылық пайдасы жоқ болса, бұл жүктің бізге қажеті не? Деді Рауан. Әжетайым жылап жатыр, деді сол кезде Есеннің дауысы. Ақбота көзін жұмды. Ол көптен бері көз жұмып келген диагнозға айқын көз жеткізді. Соңғы күні таңертең ол таңғы асты сабырмен әзірледі. Дария сіңген көздерімен түсті. Мам, кешірші, мені мұнда жалғыз тастап кетпеші. Қалсам не өзгереді? Сендер маған шылық тоқып, саябақта серуендейтін жай ғана әже болуыма мүмкіндік бересіңдер ме? Әлде менің тегін үй шаруасындағы әйел және шектеусіз банкомат қызметім тағы бір мерзімге ұзара ма? Күйеу баласы дастарханға келіп, сөмкелерді көріп айқай салды. Бұл масқара. Сіз бізді орта жолда тастап барасыз ба? Несие, көлік, балабақша, бізді құрдымға жібердіңіз. Ақбота үстел үстіне көп жылғы аудармалардың көшірмесін қойды да, телефонын алып, Дарияның шотына қол жеткізу мүмкіндігін өшірді. Мен мұнда немерем мен қызымды құшақтау үшін келдім. Ал сау тамтығы бар еркекті асырау үшін құлдық келісімге қол қою үшін емес. Мен бүгін өзіме деген құқығымды қайтарып жатырмын, деді ол. Есен бұрышта тұрды. Ақбота тізерлеп оны құшақтады. Ботам, мен үйге қайтып бара жатырмын. Бір нәрсе есте сақта. Сені бағып, қағып отырған адамдарды ешқашан менсінбей қарама. Сені тамақтандырған қолды тек қызметші деп санама. Оның да жүрегі бар. Келістік пе? Ол ешқайда бұрылмастан таксиге отырды. Артыңа қарасаң, қателесесің. Ұшақ жерге қонғанда ол Болатты көрді. Жеңіл мұжылған зығыр жейдесімен құшағына бақша раушан гүлдерін толтырып алған ол ешқандай ақымақ сұрақ қойған жоқ. Жай ғана қолындағы жүгін алып. Шәйнек қайнап тұр, бәрі кесте бойынша, деді. Туған ауласы оны гүлдеп тұрған глицинияның хош иісімен және немересінің дүниеге келуі құрметіне егілген сол бір магнолияның жасыл жапырақтарымен қарсы алды. Олар верандада отырып, үйдің тосабы қосылған шайды ұрттап ішті. Болат әдеттегідей жайлы, жылы үнсіздік сақтады. Бұл кез келген хирургиялық шіптен де сенімдірек, жан жарасын жазатын дәруменді тыныштық еді. Бір айдан кейін эфирді өксікке толы қызының қоңырауы жарды. Әдемі өмірдің картадан құрылған үйі күтілгендей құлап түсті. Ипотека бойынша берешек, автокөлік тәркіленген. Ойлап тапқан гениалды стартап соңғы тиынын жұтып қойған қарапайым қаржы пирамидасы болып шықты. Күйеу баласы масқара жанжал шығарып, ал табысты достарының барлығы ізім ғайым жоғалды. Мам, мен екінші жұмысқа орналастым, кешке еден жуамын. Құдайым-ау, бұл қандай тиын, арқам үзіліп барады. Маған бірақ сұраққа жауап берші, осы сұмдықтан кейін мен саған әлі де қызыммын ба? Дария, сен менің қанымсың. Мен сенен ешқашан бас тартпаймын. Бірақ мынаны мәңгілікке жадына сақта. Менің аналық махаббатым енді валютаға айналмайды. Және түбі жоқ әмиян сияқты жұмыс істемейді. Бұл үйдің есігі әрқашан ашық. Бірақ енді табалдырықты менің мойнымда отырып емес, өз аяғымен аттап кіресің. 1.90-нан кейін Дария баласымен Краснодардағы әуежайға түсті. Оның жүгі ауыр ажырасу процесі, бөлінген қарыздар және жанында ешқандай күйеу жоқ. Жай киінгенімен көзінде сәулелі, саналы көзқарас бар еді. Ақбота оларды құшағына қысып демін алды да жаңа ойын ережелерін белгіледі. Осында тұрасыңдар, бұл талқыланбайды. Бірақ нан табуды және баланы тәрбиелеуді енді өзің атқарасың. Басында мен демеп жіберермін, аш қалдырмаймын. Бірақ тегін күтуші немесе үй қызметшісі болып жазылмаймын. Менде білесің бе, жеке өмірім басталып жатыр. Қызы бұл шартты бас изеп қабылдады. Жарты жылдан кейін ол қалыпты ырғаққа түсті. Тіс емханасына әкімші болып орналасты. Баласын балабақшаға апарып, демалыс күндері бақшаны отады.
Болат баланың ер адамдық тәрбиесін өз мойнына алып, оған селекцияның әліппесін үйретті. Кезектегі бір жылы кеште қызық көзбен қарап, «Шыныңды айтшы, мұхиттың арғы жағындағы жұмақтан қашқаныңа өкінбейсің бе?» деді. «Бір сәтте де емес», деп жымиды Ақбота. Егер мен күйеу баланың еркелігіне шыдап қалғанымда, Дария өз елесінің ішінде шіріп кетер еді. Ал баланы өз анасын тек әмиян деп қабылдайтын масыл етіп шығарар еді. Мықты қоршаудың ар жағындағы магнолия жапырағылатып, баптауған көгалға саялы көлеңкесін түсіріп тұрды. Балақай мәз болып ағашты айнала жүгіріп жүр. Оның бұл ағашпен бір күнде дүниеге келгенін де білмейді. Ақбота осы көрініске тамсанып, тыныштықты сезінді. Ең маңызды сөздер бұрыннан айтылып қойған еді.